Қазақтарда ешқашан қала болмаған. Қаланы былай қоя берші, қазақта керек десең, өзінің мәдениеті, тарихы, өркениеті де атымен жүреді. Оның барлығын сендерге берген біз. Біз келіп сендерді киіз үйден шығарып алып, қалаларыңды салып беріп адам қылдық. Біз келмегенде сендер сол киіз үйден шықпай, малдың артынан мал болып жүретін халық болатынсыңдар деген әңгімені өкінішке орай бүгінгі күнге дейін естіп жүрміз. Барлығымыз білеміз, бұл жалған. Бірақ бұл пропаганда. Пропаганда өкінішке орай өте қатты жұмыс істеп тұр. Бұл пропагандамен қарсы күресіп жүргенде еліміздің азаматтары бар, жоқ емес. Керек десеңіздер, еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевта әр сөзінде айтады: біз қазақтар жошы ұлысының тікелей мұрагеріміз, яғни Алтын Орданың тікелей иесі бізбіз дейді. Бұл оны еріккеннен айтып отырған жоқ, ол прекрасно біліп отыр. Сол Совет өкіметінің біз сендерге жасап бердік деген жалған пропагандасына қарсы тұратын дәл осы Алтын Орда кезеңі. Себебі олар айтып жүрген дүниенің барлығы Алтын Ордада болды. Жалпы бұндай пропагандаға қарсы тұру үшін не істеу керек? Ағайын, бірігіп жұмыс істеу керек. Біріншіден, екіншіден сен өзіңнің тарихыңды білу керексің. Титтейдей болса біздің қазағымыз өзінің тарихын білсінші деп сенің Жеті атаң деген кітап жаздық. Қолдап жатқан ағайындарға ризамыз, Алла разы болсын. Бірақ қолдамай жатқан ағайындар, сіздерден өтініш, аяқтан чалмаңыздар. Керек емес, қолдамасаңыздар да зияндарыңызды тигізбеңіздер.